Бүгін сіздермен ерекше десерт түрімен бөлісем, өте оңай дайындалады және де аз ғана уақытыңызды алатын осындай керемет десерт түрі. Дәмі деген бір шоколадный мармеладқа да және де түркше суфлеге де ұқсайды. Дайындалуы өте оңай, кәнекей дайындап көрейік. Ең алдымен бізге аз ғана бөлігіндегі сүтке 2 ас қасық какаомыз салып араластырып қоятын боламыз. Қалған бөлігіндегі сүттерді ыдысқа құйып отқа қоятын боламыз. Қантын дәміне қарай саласыздар өздеріңізге ұнағанша. Одан кейін агар-ағардың 10 грамын ыдысқа салып, сумен араластырып, оны да дайындап қоятын боламыз. Отта тұрған сүтімізге жаңа дайындалған какаоымызды салып, және де осындай молочный шоколадымызды, немесе Қазақстан шоколадын салсаңыздар да болады, араластырып тұрып, агар-агарымызды салып, қайнататын боламыз. Қайнатқанда осылай қайнайды, 1-2 минуттай мен қайнаттым. Осылай қайнаған кезде араластырып тұрамыз. Мінекей. Осылай қайнатып болғаннан кейін бұны біз отымызды сөндіріп, суытуға қойып қоямыз. Ыстығы басылып, кішкене жылы болған кезімізде осылай өзіміз дайындап қойған формамызға құйып, бетін жауып, мұздатқышқа салып қоямыз. Мен кешке істеп азанда алдым. Ал сіздер күндіз істейтін болсаңыздар, 7-8 сағаттан кейін алып жіберсеңіздер болады. Мінекей, мен осылай алып, үстінен какаоны тағын септім. Өте керемет шығады. Осылай кескен кезде де, осылай бөлген кезде де өте әдемі әрі дәмді. Жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма өтіп неше түрлі рецептер бар, көріп жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім Бақытқызы.